Кітапхана адамзат баласының рухани тыныс тіршілігінің айнасы. Өткен ғасырдың 1971 жылы Көкшетау қаласында Застанциондық қалалық кітапхана арнайы жобамен ашылды. Киелі руханият ордасы уақыт озған сайын қоғам дамуынан қалыспай ілесіп, өркен жая түсуде. Кітап қоры 24.242 дана. Соның ішінде қазақ тілінде 8.000-нан астам кітаптары бар. Оқырмандар саны 2508. Кітап беру 52.201. Кітапхана 2 бөлімнен тұрады. Абонемент оқу залы. Көпшілік оқырмандарға қызмет көрсетеді. Кітапхананың мамандауы бағдарламасы кітапхана балалардың бос уақытын ұйымдастыру. 3 клуб қызмет атқарады. Алақай қуыршақ клубы кішкентай оқырмандарға арнай қуыршақ спектакль көрсетеді. Эстетикалық жас өркен клубы мақсаты балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру. Жандауа денсаулық клубы мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. 2016 жылы адам еңбегімен данықты жоба бастау алды. Мақсаты адам еңбегін, маманын насихаттау және арттыру. Соған арналған әр маман қызметкерлермен кездесу өткіземіз. Әр тақырып бойынша шаралар өтеді. Барлық осы ақпарат әлеуметтік желі парақшаларымызда, бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде көрсетілген және жазылған. Абонемент является структурным подразделением библиотеки, осуществляет индивидуальное коллективное обслуживание читателей, предусматривает выдачу литературы на определенный срок. Срок определяется согласно с правилами пользования библиотекой. Фонд свободен и доступен для массового читателя. Абонемент не только место обмена литературы, но и место духовного общения, где проходят различные культурные массовые мероприятия. Барлық оқырмандарға біздің есігіміз ашық. Қош келіңіздер. Кітапхананың мекен жайы Көкшетау қаласы, Застанциондық мөлтек ауданы, Маяковский көшесі 49. Для читателей двери наших библиотек открыты всегда. Добро пожаловать. Наш адрес – город Көкшетау, микрорайон Застанционный, улица Маяковского, 49. Білім бұлағы кітап атаулының жоғарыланған мекемесі. Кітапхана адамзат баласының рухани тыныс тіршілігінің айнасы. Өткен ғасырдың 1971 жылы Көкшетау қаласында Застанциондық қалалық кітапхана арнайы жобамен салынды. Киелі руханият ордасы уақыт озған сайын қоғам дамуынан қалыспай ілесіп, өркен жая түсуде. Кітап қоры 24.242 дана. Соның ішінде қазақ тілінде
8 мыңнан астам кітаптар бар. Оқырмандар саны 2508. Кітап беруі 52201. Кітапхана 2 бөлімнен тұрады: абонемент және оқу залы. Кітапхана көпшілік оқырмандарға қызмет көрсетеді. Кітапхананың мамандауы бағдарламасы кітапхана балалардың бос уақытын ұйымдастыру. Кітапханада 3 клуб қызмет атқарады. Алақай қуыршақ клубы кішкентай оқырмандарға арнайы қуыршақ спектакль көрсетеді. Эстетикалық жас өркен клубы мақсаты балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту және кітапқа деген сүйіспеншілігін арттыру. Жандауа денсаулық клубы мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау. 2016 жылы адам еңбегімен данықты жоба бастау алды. Мақсаты адам еңбегін маманымен насихаттау және арттыру. Соған арналған әр маманның қызметкерлерімен кездесу өткіземіз жас оқырмандар арасында. Әр тақырып бойынша көпшілік іс-шаралар өтеді. Кітапханада барлық осы ақпарат әлеуметтік желі парақшаларымызда, бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде көрсетілген және жазылған. Абонемент является структурным подразделением библиотеки, осуществляет индивидуальное коллективное обслуживание читателей, предусматривает выдачу литературы на определенный срок. Срок определяется согласно с правилами пользования библиотекой. Фонд свободен и доступен для массового читателя. Абонемент не только место обмена литературы, но и место духовного общения, где проходят различные культурные массовые мероприятия. Барлық оқырмандарға біздің есігіміз ашық. Қош келіңіздер. Кітапхананың мекен жайы Көкшетау қаласы, Застанциондық мөлтек ауданы, Маяковский көшесі 49. Для читателей двери наших библиотек открыты всегда. Добро пожаловать. Наш адрес: город Көкшетау, микрорайон Застанционный, улица Маяковского, 49.